Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 108-ші сабақ. Сан есім. 21-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Су. Күн төбеңді тесерде шақырайып тұр. Асан үйінен шығып малды ауылдағы атасыныңкіне беттеді. Демалыс кезінде атасына барып сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуырдақ жеген екенмін деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттам су болса ғой, кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Зерде журналынан сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: Асан қайда бармақшы болды? Екінші: ол неліктен шөлдеді? Келесі сұрақ: жолда не кездесті? Төртінші сұрақ: бұлақтың суы қандай? Бесінші сұрақ: бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Сұрақтардың жауабы арқылы тірек сөздер қатарын тауып жаз. 21-ші жаттығу бойынша балалар енді сұрақтарға жеке-жеке жауап берейік. Асан қайда бармақшы болды? Асан ауылдағы атасыныңкіне бармақшы болды. Келесі: ол неліктен шөлдеді? Ол қуырдақ жегеннен кейін орта жолда шөлдеді. Жолда не кездесті? Жолда бұлақ кездесті. Төртінші сұрақ: бұлақтың суы қандай? Бұлақтың суы тап-таза, мөп-мөлдір. Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Асан қатты шөлдегендіктен бұлақтың суы ерекше болып көрінді. Мұнда балалар тірек сөздер қатарын тауып жаз деген. Балалар, мұнда тірек сөздер: асан, атасы, шөлдеу, бұлақ, су, тап-таза, мөлдір, дәмді. 22-ші жаттығу. Орны ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз. Жер бетінде 4 мұхит бар. Теңіз әлде қайда көп. Олардың саны 30-ға жетеді. Мұнда балалар сан есімдерді тап, оларға сұрақ қой дейді. Мұнда балалар сан есімдер 4, 30-ға. 4 сұрақ қоятын болсақ қанша? 4. 30-ға дегенге біз сұрақ қоятын болсақ, балалар қаншаға? 30-ға. Жиырма үшінші жаттығу. Ойлан, тап. Ол қай сан? Оңынан оқысаң ол сан, терісінен оқысаң ол сан. Ол балалар 40. Жиырма төртінші жаттығу. Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Мұнда балалар к, екі, лік деген яғни сөздер тұр екен. Яғни үлгіге балалар, үлгіге назар аударайық. Кекілік. Келесі жетік, келесі түбір, күшік, желтоқсан, алты бақан сөздері шығады екен балалар. Жиырма бесінші жаттығу. Мақалды оқып жатқа жаз. Бір кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді. Сан есімнің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет. Яғни бір кісі, яғни кісі сөзімен байланысып тұр екен, балалар. 1000 кісі. Яғни 1000 сан есім кісі деген сөзбен байланысып тұр екен балалар. Мақалдың мәнін түсіндір. Бұл балалар бір құдық көп адамға қызмет етеді.
Оның суы бәріне жетеді, өйткені су жер астынан шығып отырады. Сан мыңдаған адам одан су алып ішсе де сарқылмайды. Сондықтан бір кісі құдық қазса, мың кісіге пайдасы тиеді екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.